Бүгін 30 мамыр күні Қазақстандық ғалым әйелдер қоғамына форум өткізіп жатыр. Бұл біздің 4-5 іс-шарамыз. Бұл қоғамның құрылғанына 2 жыл болды. Ондағы мақсатымыз бүкіл Қазақстандағы ғалым әйелдер жиналып, қоғамға бір пайдамызды келтіргіміз келеді. Бүгінгі форум жастардың тәрбиесіне арналған ұрпақтар сабақтастығы, сонымен қатар 21 ғасырдағы жастардың ұлттық санасы қандай болады, олардың тәрбиесі қалай болады, болашағы қалай болады, біздің төл мәдениетіміз қандай, осы неге жаһандану дәуірінде және ана тіліміздің болашағы. Міне осы төңірегінде біз үлкен әңгіме жүргізіп, бүгін ғалымдармен сырласып, сөйлесіп, соның нәтижесінде біз үндеу жасаймыз. Мына келе жатқан президенттік сайлауға біз демократиялық жолмен өтуіне үлес қосамыз. Сонымен қатар осы Алматы қаласында жастар жылына орай жастар үйі деген орталық ашылады. Ол орталықтың мақсаты жастарға апталық тренингтер беріледі, тегін тренингтер. Ол тренингті беретіндер ғалымдар, сонымен қатар психологтар, сонымен қатар үлгілі отбасының ата-аналары, әжесі, атасы, тағы басқа. Біздің мақсатымыз мынау жастардың бүгін үйленіп, ертең бөлініп кетуіндегі себепті әрине материалдық тұрғыдан да қарауға болады. Бірақ дегенмен санасын дұрыстап, көмектесіп оларға әрі қарата бағыттап, сондай жұмыс жасау. Сонымен қатар ол орталықта жастардың өзі ұйымдастыратын әртүрлі фестивалдар, шығармашылықтар болады. Сондықтан мен бүгінгі форумнан үлкен нәтиже күтемін. Бұл Қазақстандық ғалым әйелдер қоғамының 78 мүшесі бар. Бірақ әңгіме жүріп жатырмыз, қазір айтып жатырмыз, жай мүшесі болып қалмай, шынайы жұмыс істейтін ғалымдар керек деп. Ең соңында біз конкурс арқылы 100 ғалым әйел, қазақстандық ғалым әйел деген энциклопедия шығармақпыз. Өйткені біздің арамызда сондай ғалымдар бар. Олардың еңбектері қоғамға пайдасын келтіріп жүргендер бар, мысалы. Көрдіңіз ба? Сонымен қатар болашақта біз жобаға жұмыс істейміз. 10 шақты жобамыз бар. Бірақ сол жобаға біз ешқандай бір демеуші табылмай жүрміз да. Мысалы, ұлттық балабақша моделін ұсынып жатырмыз, жоба бар. Сонымен қатар үштілділіктің моделін ұсынып жатырмыз. Ел президенті Тоқаев айтты, бірінші қазақ тілі мемлекеттік тіл, онан кейін біздің елімізде ұлт өкілдеріне байланысты орыс тілін меңгеруіміз керек, онан кейін ары қарата ағылшын тіл деп. Біз осы айтылған сөзді өте жақсы қуаттаймыз, оны ғылыми тұрғыдан да, практикалық тұрғыдан да дәлелдеп айта аламыз. Өйткені бала, өмірге келген бала ана тілінде өсіп өніп, тәрбиеленіп, дамып, когнитивтік тұрғыдан мектепке барып, өзінің ана тілін өз деңгейінде жақсы меңгеріп, өзіне төл мәдениеттің фундаментін қалау керек, негізін қалау керек. Содан кейін ғана өз ана тілінде сөйлейді, түсінеді, жазады, оқи алады. Содан кейін барып біз оны 11 жасынан бастап бүкіл әлем ғалымдары соған тоқтайды. Оған мен бірнеше ғалымдардың аттарын айта аламын. Мұны Выгодский Лев Семеновичтің «Мышление речь» деген еңбегінде, Залевский Александр Александрович деген психолингвист бар. Сонымен қатар біздің Абайымыз айтып кеткен, Абай атамыз. Бала түсіну керек, сезіну керек, жан-жақты тану керек деген сияқты. Міне сондай ғұламалардың айтқан сөздеріне байланысты шет тілін 11 жастан немесе 3-ші класстан бастап қана беру керек. Соның кез келген тілді үйрете бер. Оған ешқандай зиян болмайды, қайта бәсекеге қабілетті адам болып, азамат болып шығады. Міне осындай мәселелер төңірегінде біз өте үлкен жұмыстар, тек қана сөйлеу емес, ғылыми тұрғыда, практикалық тұрғыда көмектесеміз. Сонымен қатар біздің жобамызда, осы Қазақстандық ғалым әйелдер қоғамының жоспарында жетім балаларға болысу, оларға тегін ағылшын тілінде, қазақ тілінде білім беру, жай ғана сөздер, сөйлемдерді үйрету емес, лингва мәдени дәстүр арқылы үйрету. Сонымен қатар анау мұхит асып кеткен, Америкаға, Европаға кетіп қалған біздің жетім балаларымыз алып кетіліп қалған сояққа. Сол балаларға өзінің отанына жақсы сезіммен қарау үшін біз қазақ халқының салтын, дәстүрін, әдеп ғұрпын деңгейлі ағылшын тілінде кітаптар жазып, соларға таратпақпыз. Сонда Америкадағы ғалым әйелдер қоғамының мен мүшесімін. Сол ғалым әйелдер қоғамымен келісе отырып, сол адамдарды, ата-аналарды шақырып, рахметімізді айта отырып, біздің жаңағы балаларымыз, қарагөз балаларымызды елімізге дұрыс қарауға және өзінің ана тілін кішкентай болса да меңгеруіне үлес қосамыз деген жоспарларымыз бар.
Сонымен қатар ең маңызды нәрсе бүгін Атамекен ұлттық палатасының өкілін шақырып отырмыз. Міне сондағы біздің мақсатымыз осыны көрсетіп, біздің жобаларымыз қоғамға пайдасын келтіретін жобалар. Сіздер бізді демеулеріңізге болады деген ұсыныс жасамақпыз. Міне осы бүгінгі жүріп жатқан. 2 жыл бұрын Қазақстанда бір жаңалық болған. Қазақстанның әйел ғалымдары бас көтеріп қоғамдық ұйым құрды. Міне сол қоғамдық ұйымға мен келіп, құттықтауға келіп отырмын, қолдау керек. Біз Қазақстан ғалымдар одағының президенті 2006 жылдан бері қарай сол қоғамдық ұйым жұмыс істейді республикада. Жалпы айтайын дегенім, бізде Қазақстанда даже санын айтқанда әйелдер көп, қыз балалар көп. Міне осылардың потенциалын біз пайдалануымыз керек. Өкінішке орай, бала туғанда, отбасында олар керек, ал мына өркениетке одан да қажет. Сондықтан мынау қоғамдық ұйымның осындай конференция жасап отқаны өте қажет. Себебі айтайын дегенім, біз әлем қазір жаңа өркениетке кірмекші. Жаңа цивилизацияға кірмекші. Немен кіреміз дегенде, сонда бүкіл талантты ойлардың бәрін ортаға салу керек. Мына әйел балалары бір сөзбен айтқанда, қазақ халқының иммунитетін, еркектермен қоса, иммунитетін қалыптастырған әйел балалары. Тұмар ханымды алыңыз баяғы. Одан бері қарай Домалақ ана, Умай ана, міне осы аналарымыздың қазір рухын жандандыру керек. Сөйтіп, жаңа серпіліс болу керек. Мен ойлап отырмын, бүгінгі жиын сол жаңа серпіліс беретін жиын болады. Үлкен біз Қазақстанда осынғы шейін қосылмай тұрған ой сана резервін қоспақсымыз. Осы ой сана резерві қосылса, қазақ елі алға барады. Бұл айтқанда үлкен жаңалық деп айтуға болады. Бұны бәріміз қолдайық. Ертең Қазақстанның болашағы үшін осы әйел ғалымдарының потенциалын жақсылап пайдалану керек.